Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Алтынай. Бүгін сіздерге пиццерияда пісіретін керемет дәмді болып шығатын пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Және де арнайы өз қолымызбен соусын дайындайтын боламыз. Майонезсіз, кетчупсыз. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын елеп қоямыз. Жылы суымызға қантымызды, дрожжімізді салып, жақсылап араластырып, бетін жауып қоятын боламыз. Бес 10 минут өткеннен кейін арнайы ситадан өткізілген осы ұнымызға жаңағы ашытқымызды салып, және тұзымызды, кішкене майымызды құйып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Бұл қамыр 2 пиццаға жетеді. Барлық мөлшерлерді видеоның астында описанияға жазып қоятын боламын. Сол жерден қарап көріңіздер. Мінекей қамырымыз дайын. Осы қамырымызды 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Ыдысқа немесе осылай салафанға салып қойсаңыздар болады. Міне қамырымыз дайын, жақсылап көтерілді, жұп-жұмсақ, керемет болып тұр. Енді мен оны 2-ге теңдей бөлу үшін таразға өлшеп алдым. Одан кейін 2-ге бөліп көрдім. 280, біреу 287, бір-екі салмақ ештеңе етпейді. Екеуін бөлікке бөліп, сыртына май жағып, тағы да 5-10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша біз соусын дайындай береміз. Ол үшін орташа көлемдегі қызанақ қажет. Осылай бетін 3-4 тілікке тіліп, таза ыдысымызға салып, ыстық су құямыз, бетін қымтап жауып қоямыз. 10-15 минутта қызанағымыз жібіп, сыртқы қабығы оңай алынатын болады. Қызанағымыз дайын болғанша біз сарымсақты теркадан өткізіп қоямыз. Мінекей қызанақтарымыз дайын, суын төгіп, қабығын алып тастайтын боламыз. Енді сізде арнайы блендер болса, соған салып езіп алыңыз. Керемет болып шығады. Егер блендер жоқ болса, шанышқының көмегімен, езетінің көмегімен жақсылап түйіршік қалмайтындай езіп шықсаңыздар болады. Табамызға кішкене май құйып, сарымсақты салып, жай отта қуыратын боламыз. Мінекей сарымсағымыз қуырылып жатыр. Енді осының үстіне пиццерияда бүкіл пиццаға қосатын орегано приправасын қосамыз. Өте керемет дәм береді. Езілген қызанағымызды құйып, 1-2 минут кішкене қайнатып аламыз. Үстіне қызыл паприкамызды және пиццаға арнайы арналған приправаны қосып, жақсылап араластырдым. Бұл приправа міндетті емес, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. 1-2 минут қайнатып, одан кейін астын өшіретін боламыз. Пиццаға мен эмирдің моцарелла деген ірімшігін қостым. Өте жақсы ериді, керемет дәм береді. Осыны қолданып көріңіздер. Теркадан өткізіп дайындап қойдым. Енді қамырымыз дайын болды. 2 пицца шығады, біреуін алып, осылай қолмен жайсаңыздар да болады. Өте жұмсақ, қолмен ақ жайылады, немесе оқтаудың көмегін қолдансаңыздар да болады. 30-35 сантиметр ғып жайыңыздар. Менікі 35 сантиметрдей болды. Жайып болғаннан кейін шетін кішкене осылай бүгіп шығатын боламыз. Арнайы пеште пісіретін ыдысымызға кері аударып, қамырымызды жайып тегістеп салатын боламыз. Осы аралықта пешімізді қыздырып қоятын боламыз. Сіздің пешіңіздегі ең жоғарғы градусты қойып қойыңыздар. 250 ма, 280 ба. Сосын пиццамызды 7-8 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей мен соусымызды жақсылап жайып шықтым. 3-4 қасық қана салдым. Одан кейін теркадан өткізілген ірімшігімізді жайып шығамыз. Ары қарай бетіне өз қалауларыңыз бойынша қызанақ,
қызанақ салсаңыз моцарелла пиццасы, колбаса салсаңыздар пепперони пиццасы болып шығады, немесе ет, фарш, перец болгарский. Керемет, өз қалауларыңыз бойынша толықтырып сала бересіздер. Қызып тұрған пеште 7-8 минуттай пісіріп аламыз. Одан артық ұстамаңыздар, ірімшіктеріңіз күйіп, нандарыңыз қатты болып қалады. Мінекей, дайын болды пиццамыз. Иісі де керемет, дәмі де жұмсақ, ірімшігі балқып тұр. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта керемет, қызықты видеолары салынып отырады. Рахмет, сау болыңыздар. Сіздермен болған Алтынай.